Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Видеоны аяғына дейін қарамас бұрын менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңізді қалдырып қойыңыздар. Бүгін өте дәмді үй жағдайында бар затпен түскі кешкі шайға әдемі творог қосылған пирог дайындайтын боламыз. Құрамына керекті заттардың барлығын описание бөліміне жазып қойдым. Өтіп қарасаңыздар болады. Бізге 5 жұмыртқаның үстіне қантымызды салып, жақсылап миксерлеп алып, үстінен бөлме температурасындағы сүтімізді құйып, сұйық майымызды құйып, және де шым-шым тұзымызды салып, жақсылап бір миксерлеп аламыз. Құрамына керекті заттарды осылай жақсап бір араластырып алдық. Енді аздап ұнымызды сала отыра, үстінен ванилинімізді, разитель тестамызды салып, тағы бір араластырып аламыз. Қамырымыз қатты қою болып кетпеуі керек. Мінекей біздің қамырымыз дайын болды. Осылай қатты қою болып кетпеу керек. Енді ішкі салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге творог, бір жұмыртқа, қош иіс беру үшін ванилин қосамыз, сахарный пудра, бір ас қасық кукурузный крахмалымызды қосып, жақсылап творогымызды араластырып аламыз. Мінекей достар, біздің творогымызда ішкі салмасы және қамырымызда дайын болды. Ішкі салмамызды осылай арнайы пакетке саламыз. Бұндай арнайы пакетіміз болмаса, жай пакетке салсақ та болады. Енді пешімізді 180 градуста алдын ала мен қыздырып қойдым. Осылай қамырымызды арнайы формамызға салып, жақсылап бірінші тегістеп аламыз. Одан кейін дәл видеода көргендеріңіздей творогымызды салып шығамыз. Пирогымыз 180 градуста 40-45 минутта пісіріп алды. Осылай ағашпен көрсеңіздер болады, ортасы толық піскенін. Енді бетіне сахарный пудрамызды әрлеп, әдемі қылып сеуіп қойсаңыздар болады. Пирогымыз өте жұмсақ, үлпілдек, өте дәмді болып шықты. Сіздер де міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Менің каналым ұнап жатса, пікірлеріңізді қалдырып,
тіркеліп лайк басып қолдау көрсетіп қойыңыздар. Назарларыңызға рахмет.